Қайырлы күн достар. Бүгін сіздердің назарларыңызға 8 түстен тұратын әйгілі Люшер тестінің қысқаша нұсқасын ұсынамын. Мына 8 түстің ішінен 2 түсті таңдап алу керек. Назар аударыңыз, ол түс сіздің сүйікті түсіңіз болмауы да мүмкін. Тек дәл қазіргі сәтте ұнамды болып тұрған түс болуы керек. Себебі тест сіздің осы сәттегі күй қалпыңызды білдіреді. Сонымен бірінші түс бұл сізге дәл қазір ұнап тұрған түс, ал екінші түс сізге дәл қазір ұнамай тұрған түс. Енді видеоға лайк басып, осы жерде қай түс ұнап және қай түс ұнамай тұрғанын пікірге жаза кетсеңіз болады. Енді тесттің жауабына келейік. Ең бірінші, күлгін түс сізге ұнап тұрған жағдайда сіз айналаңыздағы адамдарға ұнау мақсатында оңды-солды қылымсып, ерекше қылық танытып, басқалардан қолдау мен комплимент алуға тырысудасыз. Көңіл күйіңіз бір қалыпты, бірақ тыныш емес. Ал егерде осы түс ұнамаса, сіз басқа адамдарға барынша назарына ілікпеуге, барынша еленбеуге, көлденең көзге жасырын болуға тырысасыз. Ұялшақтық пен сезімдеріңізді бақылауда ұстау секілді мінез-құлықтар дәл қазіргі сәтте сізге тән. Келесі түс қоңыр түс. Қоңыр түс сізге ұнаған жағдайда сіз шаршап, шалдығып жүрсіз. Демалысқа және эмоционалды тұрақтылыққа ұмтыласыз. Сіз психологиялық тұрғыда қажып, сізді қолдаушы қарым-қатынастарға шөлдеп жүрсіз. Жасырын түрде бір нәрседен қорқасыз және өзіңізді қауіпсіз сезіне алмайсыз. Сезімдік қанағаттануға мұқтажсыз. Ал егерде бұл түс ұнамаған жағдайда, сіз керілген сымға ұқсайсыз. Сіз өзіңіздегі барлық эмоционалдық және физикалық қажеттіліктерді жоққа шығарасыз. Әлсіздіктен қашасыз. Өзіңізді барлық жағынан шектейсіз. Дәл қазіргі жағдайда сізге қара түс ұнап тұрған болса, онда сізде дәл қазір негативизм, жек көру, жақындық пен қанағаттанудан бас тарту, агрессия сіздің ой санаңыз бен жан тәніңізді түгелдей жаулап алған. Сіз жек көру сезіміне толып тұрсыз. Ашудан кез келген сәтте жарылуға шақ қалып тұрғандайсыз. Сіз өзіңізді құртуға немесе қарым-қатынасты құртуға жақын қалып тұрсыз. Ал егерде қара түс ұнамаса, сіз сырттай сабырлы, сенімді көрінесіз. Алайда агрессияңызды жаныңыздың алыс түкпіріне тығып тастап, өзіңізді өзіңіз іштей жеуге ауыстыңыз. Егер дәл қазір сізге сұр түс ұнап тұрған болса, сіз өзіңізге таяныш болатын, сүйеу болатын, бір арқа сүйейтін адам іздеп жүрсіз. Өміріңіздегі қиындықтардан жасырынып қалғыңыз келеді. Эмоционалдық тыныштыққа ұмтыласыз. Өзіңіз шынайы сезімдеріңізді енжарлық пен немқұрайлылық маскасының артынан көрсеткіңіз келмей, тығып ұстаудасыз. Ал егерде сұр түс ұнамай тұрған болса, сіз қазір бұрынғыдан әлде қайда белсендісіз. Сіз осы жерде және қазір жағдайды бақылауда ұстаудасыз. Дәл қазір сізге көпшілдік, көңілділік пен тапқырлық тән. Сіздің мақсатыңыз бар. Сол мақсатқа жетуде ертеңгі күнге деген сенімді сабырлылық бар. Ал сізге қазіргі сәтте көк түс ұнап тұрса, сіз келісімге келуге, сенім білдіруге, түсіну мен жанашырлыққа ұмтыласыз. Қазір сізге эмоционалдық жайлылық, тыныштық, сабырлылық, жұмсақтық пен арманшылдық тән. Сіз достарыңызбен қарым-қатынас жасауға ұмтыласыз. Ал егерде көк түс сізге ұнамаған болса, сізді мазасыздық билеп тұр. Сіз жақын адамдарыңызбен араңыз ажырап кету болуы ықтимал. Сіз өзіңізді жалғыз сезінесіз және көңілсіз күйдесіз. Келесі кезекте жасыл түс сізге ұнап тұрған жағдай болатын болса, сіз өзіңізге сенімді, тіпті аса сенімдісіз. Қазір сіздің өзіңізді сыйлауыңыз өз күшінде. Сіз көп нәрсеге қабілеттісіз. Қарым-қатынаста үстемдік етуге, басқалардан биік болуға ұмтыласыз.
Немесе сіз қарым-қатынаста психологиялық қорғаныс үшін осылай жасауыңыз да мүмкін. Ал егер ұнамаған жағдайда сізге серігіңіз тарапынан назар мен сый-құрмет жетіспеуінен көңіл күйіңіз түсіп кеткен болуы мүмкін. Сіз өкпелісіз, өзіңізді жер болғандай сезініп, ашынып отыруыңыз мүмкін. Сізге қарсылық жасауға күшіңіз де жоқ. Егер дәл қазір сізге қызыл түс ұнап тұрған болса, сіздің көңіл күйіңіз көтеріңкі, эмоционалдық қозу үстіндесіз, жетістік пен табысқа ұмтыласыз, барынша өзіңізге сенімдісіз, тіпті кейде агрессивтісіз. Ал егер осы түс ұнамаған жағдайда, ылғи ашуланып, тым шамадан тыс қозу үстіндесіз, терең стрессте жүрсіз, кейде тым әлсіз, тіпті шаршаңқы күйдесіз. Егер сізге сары түс ұнап тұрса, сізде оптимизм басым, көңіл күйіңіз өте жақсы, сәттілік туралы армандайсыз, өзгерістерге дайынсыз және қарым-қатынас пен міндеттерден толық еркіндік алуға да дайынсыз. Ал егер сары түс ұнамаса, сіз үмітсіздікке толы, көңілі қалу жағдайындасыз. Сіз күмән мен күдікшілдікке толы болып тұрсыз. Құдды асығып тұрған адамдайсыз. Эмоционалдық күйіңіз тұрақсыз, біресе көтеріледі, біресе бірден түсіп кетеді. Сонымен, достар, сіздерге тест ұнады деген ойдамын. Егер де біздің арнамызға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп және қоңыраушаны баса кетіңіз. Көріскенше күн жақсы болсын.